Сәлем баршаңызға, менің каналымның қолы гүл ханшайымдары. Бүгін мен сіздермен ерекше палаудың рецептісімен бөліспекшімін. Каналымнан алыстамаңыз, менімен бірге болыңыздар. Енді палауды бастаймыз. Бізге алдымен сұйық май қажет, сары сәбіз, сосын бір пияз. Мен мына жерде етті көрсеткен жоқпын. Етті қалауларыңызша салсаңыздар болады. Үйіңіздегі адамдардың көп аздығына байланысты өздеріңіздің қалауларыңызша сала бересіздер. Енді жұмысымызды бастаймыз. Сары сәбізді майда етіп турап аламыз. Ұсақтап, соломка қылып, ұзынша етіп осылайша турап аламыз. Сары сәбіз палаудың дәмін басқаша қылып, тәтті қылып, ерекше дәм беріп тұрады. Сары сәбізбен істеп көрмеген болсаңыздар, жасап көріңіздер. Енді қазанға сұйық майды құямыз, қызып тұрған қазанымызға. Оның үстіне қойдың құйрығы 5-6 дана турап алған болатынмын. Соны салып, өздеріңіз қалауларыңызша жақсылап, қып-қызыл қылып қуыратын боламыз. Қызарып қуырылған соң, үстіне пиязды саламыз. Пиязды қып-қызыл болып қуырылды. Енді оның үстіне етті саламыз. Мен майда етіп ұсақтап турап алдым. Үлкен көлем бойынша салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз, етті қанша салсаңыздар да. Міне етіміз де жақсы қуырылды. Енді оның үстіне бағанағы турап алған сары сәбізді саламыз. Оның үстіне бір қасық тұзды салып, жақсылап қуырамыз. Міне әбден қуырылды. Енді сұйық майды өлшеп алған кесемізге суды толтырып құйып, қуырылып тұрған сәбізіміздің үстінен 4 кесе құйып шығамыз. Толтырып 4 кесе құясыздар. Оның үстіне алдын ала жібітіп қойған ноқатты саламыз. Сол кеседе толтырмай ноқатымызды саламыз. Ноқатты бір күн бұрын алдын ала жібітіп қоясыздар. Жылы сумен жуып, құм шекер салып, жылы суда жібітсеңіздер, жұмсақ болып шығады. Енді мейізді де жақсылап жуып аламыз. Палауға салатын арнайы мейіздер болады. Енді зіра саламыз. Зіраны қолмен жақсылап езіп салсаңыздар, иісі күшті шығып тұратын болады палау піскен кезде. Енді жақсы қайнау керек. 2 сарымсақ пиязымызды жақсылап жуып, тазалап саламыз. Баяу отта жай қайнап, су біраз тартылды. Енді лазер күрішін жақсылап 3 рет жуып, 5 минут мұздай суда жібітіп, қатты отта, қатты қайнау керек. Қазанымыз, күріштерді салып шығамыз. Біраз су тартылған соң, астын үстіне қылып аударып шығамыз осылайша. Енді біраз қапқағын жауып болған соң, тағы да күріштерді ортаға осылайша етіп, домалақ етіп жинаймыз. Біраз уақытқа қапқағын жауамыз. Енді ағаш қасықпен жақсылап тесікшелер жасап шығамыз шетінен. Су жақсылап тартылу керек. Арасындағы күріштер піспей шикі болып қалуы мүмкін. Сол себептен солай тесікшелер жасап шығуымыз керек. Енді осылай жауып шығамыз қайтадан. 3 рет, 4 рет жасап, сосын кейін жақсылап
бастырып қоятын боламыз. Яғни бу шығып кетпейтіндей көз жеткіздіріп, жақсылап қымтап жауып қоямыз. Міне тағы да бір рет жасап жатырмыз. Суы жақсы тартылу керек, тек қана май қалу керек тамақтың. Енді бағанағы алып қойған сарымсақ пиязды салып, жақсы болып пісу үшін жұмсақ болып, ортасына палауымыздың ерекшелігі міне осыда жуып алған лимонды салып, күріштермен жауып, жақсылап 20 минут демі жетуге орап қоямыз. Буы шығып кетпейтіндей етіп. Міне 20 минут тұрды. Енді сарымсақ пиязды, лимонды шетке алып аламыз. Сосын палауды жақсылап астын үстіне аударып, араластырып аламыз. Жақсы араласып шығу керек. Мейіздер, ноқаттар барлығы. Міне енді легенімізге де саламыз. Сары сәбіздегі палау өте жұмсақ болады. Лимонды сығамыз үстіне. Енді дастарханға тартамыз.